Бүгүн сиздерге сосиски в тестени осындай әдемілеу жолмен ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, арнаға тіркеліп, және де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Балаларға қатты ұнады, әдемілігі де ерекше. Алдымен бізге тоңазытқыштан шығып тұрған 100 грамм айран қажет, кез келгені болады. 100 грамм сұйық майымызды құямыз. 100 грамм жылы суымызды құямыз. 1 жұмыртқаның ағын саламыз. Сарысы бізге қажет болады. 1 шай қасық тұз. 1 шай қасық толтырып ашытқы. 1 ас қасық қант. Осы заттардың барлығын жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды 2 бөліп салатын боламыз. 1 бөлігін осылай жақсылап лопаткамен немесе шанышқының көмегімен араластырып алып, келесі бөлігін қосамыз. Қамырымыз қоюланғаннан кейін қолмен илейтін боламыз қамырды. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр шығады. 40 минуттай қойып қоямыз. Енді сосискаларымызды дайындай береміз. Сосиски менде, яғни Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мөрі басылған халал сосискалар. Осы жаңағы шұжықшаларымызды пайдаланамыз. Қамырымыз 40 минуттан кейін кішкене тағы бір басып, осылай тағы бір 10 минуттай күтсек болады. Енді кезекте қамырымызды кішкентай домалақтарға бөліп, сосискімізді жасайтын боламыз. Қамырымыздың құрамында сұйық май болғандықтан қолымызға жабыспайтын жаңағы біркелкі әдемі қамыр шығады. Осындай ұзыншақ етіп, алдымен ұзыншақ етіп жасап аламыз. Одан кейін міне көріп отырғандарыңыздай осылай жаңағы бөлікке бөлінген сосискаларымызды ортасына қойып, осылай әдемілейтін боламыз. Басында осылай шұжықтарымыз бетіне шығып тұратын болады. Одан кейін піскеннен кейін, жаңағы қамырымыз көтерілгеннен кейін ол жаңағы әдемі болып шығатын болады. Сондықтан осылай қорықпай жасай берсеңіздер болады. Тағы бір рет көрсетемін. Осылай барлығын дайындап алдық. Енді жаңағы қалған бір сары уызымызға 1 шай қасық сүт қосып, жақсылап араластырып, жаңағы дайын болған сосиски в тестелерімізге үстіне жағып шығамыз. Кунжут себеміз, әдемілік үшін міндетті емес. Және 180 Цельсий градуста 30 минуттай пісіретін боламыз. Осылай сәл қызарғаннан кейін біздің сосиски в тестеміз дайын болады. Өте дәмді, әдемі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.